Армысыздар, құрметті көрермен. Қазіргі әлемде диктаторлар көп емес. Олардың көбі негізінен кедей Африка елдерін басқарады және өз елінің тұрғындарынан басқа ешкімге қиындық тудырмайды. Бірақ бүгінгі бейнебаянның кейіпкері мүлдем бөлек. Ол өте жас және арсеналында ядролық қаруы бар елді басқарады. Кейде сол қаруын сілтеп әлемді дүр сілкіндіріп отырады. Солтүстік Корея оның диктаторы сияқты өте қызықты және ерекше ел. Алдыңғы видеомда мен Солтүстік Кореяның пайда болу тарихын, халқының қиын өмірі жайлы айтып берген болатынмын. Және қаралымға қарасам көпшілікке қатты ұнаған секілді. Сондықтан бүгінгі бейнежазбада Ким Чен Ынның отбасы жайлы толық айтуды жөн көрдім. Әйеліне салынған қатаң тыйымдар, Кимнің өз ағайын туыстарын өлтіруі, оның өмір баяны, қарындасы, барлығы бүгінгі өте қызықты шығарылымда. Ал бейне басталмай тұрып, мен әдеттегідей тұрақты түрде пікір қалдыратын көрермендеріме алғысымды айтамын. Сіздердің қолдауларыңыз менің күндіз-түні ақпарат іздеуіме үлкен шабыт береді. Ал егер арнаға жол жөнекей тап болған болсаңыз, міндетті түрде астыдағы қызыл подписация батырмасын басып, зорға айналдырыңыз. Осылайша сіз қазақ тіліндегі шығармашылықтың дамуына ат салысасыз және құнды мәліметтерді алуға бір қадам жақындайсыз. Ендеше барлығыңызға жақсы қаралым тілей отырып, бейнемізді бастаймыз. Шакамура арнасына қош келдім, жаңалық көп сіздермен бөлісетін. Ким Чен Ынның атасы Ким Ир Сен 20 ғасырдың ортасында Солтүстік Кореяның негізін қалады және 1994 жылы қайтыс болғанға дейін билік басында болды. Ол ел басшысы болған кезде бірден диктаторлық бағытты ұстанды. Ал диктаторлар әдетте өз билігін ұрпағына мұра етіп қалдыра алмайды. Көп жағдайда диктатор өлгеннен соң оның отбасы қудалауға тап болады. Бірақ Ким Ир Сен өз билігін баласына сәтті қалдырды. Жоғарғы қолбасшы лауазымы оның ұлы Ким Чен Ирге өтті. Ким Чен Ир диктаторлық саясатты әкесінен әлде қайда нашар жүргізді. Ол ешқашан өз халқымен ашық кездесулер өткізбеген. Ким Чен Ир тұсында Солтүстік Кореяда 2 миллионға жуық адамның өмірі қиған жаппай ашаршылық болды. Соған қарамастан Ким Чен Ирдің өзі әл-ауқатты өмір сүрген. Оған арнайы Хеннесси коньяктары қораптап шет елден әкелінді. Қымбат сағаттар және басқа да көптеген сәнді тауарлар сатып алынды. Ким Чен Ирдің көңілдестері көп болған. Кезінде ол әншілер, бишілер мен актрисаларды кезек-кезек бөлмесіне кіргізген. Осындай бишілердің бірі Ко Юн Хил есімді әйел Ким Чен Инді дүниеге әкелді. Ким Чен Ин Ким Чен Ирдің 3-ші ұлы болды. Ким Чен Ир қайтыс болған кезде елдегі билікті мұраға Ким Чен Ин алады деп бастапқыда ешкім жоспарламаған. Әкесі тірі кезінде Ким Чен Ин Швейцарияға оқуға жіберілді. Ким Чен Ин бұл елде Пак Ин есімін жамылып жүрді және Корея дипломатының ұлы деп таныстырылды. Яғни мектепте оның кім екенін ешкім білмеген. Журналистер оның бұрынғы сыныптастарынан сұхбат алған. Бұрынғы сыныптастары Ким Чен Инді басқа балалармен жақсы араласатын, ұялшақ жігіт екенін айтты. Ол дене шынықтыру сабақтарын жақсы көрген, баскетбол жанкүйері болған және күн сайын мектепке жаңа Nike кроссовкаларын киетін. Швейцарияда оқу кезінде анасы оған жеке ұшақпен үнемі ұшып келетін. Оқу кезінде Ким Чен Ин Еуропаның көптеген елдерінде, сондай-ақ Жапонияда болған. Швейцариядағы оқуын аяқтамай жатып, жас Ким Чен Ин бір сәтте ғайып болады. Ол әкесінің бұйрығымен Солтүстік Кореяға шұғыл шақырылған. Өз отанында Ким Чен Ин атасы Ким Ир Сен атындағы әскери университетке оқуға түсті. Онда ол информатика мамандығы бойынша оқыды. Ол Кореяға оралғаннан кейін әкесі оны мұрагер ретінде дайындай бастады. Ол кезде оның 2 ағасы бар еді. Бірақ белгілі болғандай олар басшылық қызметіне жарамайтын болып шықты. Негізінде Ким Чен Ирдің үлкен ұлы Ким Чен Нам бастапқыда мұрагер болуы керек еді. Бірақ ол өз елінің режиміне қарсы ауыр қылмыс жасады. Ол өзінің отбасымен Диснейлендке бару үшін Жапония шекарасынан жалған төлқұжатпен өтпек болған. Оның өтірігі шекарада әшкере болып, Жапониядан өз еліне жер аударылды. Бұл хабар бүкіл әлемге тарады және әкесімен қарым-қатынасы бұзылды. Нәтижесінде Ким Чен Нам Солтүстік Кореядан қашып, шетелде тұруға мәжбүр болды. Соңында оған не болғанын кейінірек айтамын. Әзірше Ким Чен Ирдің ортаншы ұлы Ким Чен Чхоль жайлы айтайын. Ол туралы мәліметтер өте аз. Бірақ ұзақ жылдар бойы Ким Чен Ирдің жеке аспазшысы болып жұмыс істеген жапон азаматы өз кітабында Ким Чен Чхольдің тым нәзік және өзіне сенімсіз екенін айтқан. Сондықтан ол мұрагер ретінде жарамсыз болды. Оған қоса ол да бір кездер Еуропаға өзінің күзетшілерімен бірге түрлі концерттерге барған. Әрине осы үшін де ол ешқандай жолмен көшбасшы бола алмайды. Осы жағдайларға байланысты 2011 жылы Ким Чен Ир қайтыс болғанда, оның орнын сол кезде небәрі 29 жаста болған кіші ұлы Ким Чен Ин иеленді. Міне осылайша ең жас диктатордың дәуірі басталды. Ким Чен Ин билікке келген кезде тақта ұзақ отыра алмайды деп көпшілік сенімді болды. Себебі ол өте жас еді. Сондай-ақ көптеген сарапшылар Ким Чен Ин әкесі мен атасынан гөрі әлде қайда жұмсақ билеуші болады деп болжады. Өйткені ол Швейцарияда еуропалық тәрбиемен өскен болатын. Бірақ ешқандай жұмсақтық болмайтыны бірден анық болды.
Ол өкілеттіктің бір бөлігін әскерилерден алып, азаматтық шенеуніктерге бере отырып, жаңа реформалар жүргізе бастады. Жоғары дәрежелі партия мүшелерінің қатарында да тазарту жұмыстарын жүргізіп, ол жақтан өзі сенбегендерді кетірді. Мысалы, Ким Чен Ынды бала кезінде оқытқан және жалпы оған жақын болған ағасы қамауға алынды. Өзінің туысқан ағасын таққа көзін тікті және жас балаларды зорлады деп айыптап, аз уақыттың ішінде ату жазасына кесті. Ким Чен Ынға дейін қандай да бір ірі шенеулік өлім жазасына кесілген болса, ол туралы жұртшылыққа айтылмаған. Бірақ бұл жағдайда Ким Чен Ын ағасын атуға бұйырғанын халыққа ашық айтты. Ким Чен Ын опасыздық жасады деп күдіктенген басқа да әскери шенеуніктер ату жазасына кесілді, немесе кем дегенде лауазымдарынан шеттетілді. Осылайша ел ішіндегі жаулармен қатал күресетінін бүкіл әлемге аңғартты. Қатаң әрекеттеріне қарамастан Солтүстік Корея халқы Ким Чен Ынды бірден жақсы көре бастады. Себебі ол өзінің сыртқы келбетімен осы мемлекетті құрған атасы Ким Ир Сенді еске түсірді. Тіпті оның семіздігі де атасынан аумайды. Корея тұрғындары арасында тіпті Ким Чен Ын Ким Ир Сеннің реинкарнациясы, және ол Солтүстік Кореяны қайтадан ұлы ету үшін арғы дүниеден басқа денеде оралды деген қауесет тарады. Ким Чен Ынның әкесінің көптеген көңілдестері болған. Бірақ Солтүстік Кореядан келген аспаз Кензи Фудзимотоның кітабына сәйкес, Ким Чен Ын әкесі сияқты қызқұмар болмаған, қыздармен жолықпайтын және ұялшақ жігіт болған. Ким Чен Ынның жасөспірім кезінде аспаз болған Фудзимото тіпті Ким Чен Ынды көгілдір деп ойлаған. Өйткені ол Кореядағы кез келген қызбен көңіл көтере алатын. Бірақ бұл мүмкіндікті ешқашан пайдаланбаған. Соған қарамастан Ким Чен Ын таққа отырғаннан кейін бір жыл өткенде үйленді. Шын мәнінде ол өз әйеліне бірнеше жыл бұрын үйленген деп болжануда. Оның әйелі Ли Сол Джун есімді өте әдемі қыз. Ол бұрынғы әнші, ал ата-анасы мұғалім және дәрігер. Егер расталмаған деректерге сенсек, бұл қыз Ким Чен Ынның әйелі болуға кішкентай кезінен дайындалған. Нақты белгісіз, бірақ олардың 3 баласы бар болуы мүмкін. Ли Сол Джудың тұрмысқа шықпас бұрын басқа есімі болған, бірақ оның шын есімін көпшілік білмейді. Себебі Солтүстік Корея билігі Ли Сол Джудың тұрмысқа шыққанға дейін кім болғанын жасырады. Тіпті оның жасы да көпшілікке беймәлім. Ли Сол Джу 2 қабат болған кезде көпшілік алдында шығуға тыйым салынған. Ал Ким Чен Ынның бала-шағасы мүлдем халыққа көрінбеген. Ким Чен Ынның американдық досы баскетболист Деннис Родманның сөзіне сенсек, Ли Сол Джу 2013 жылы Джу Е деген қызды босанған. Бірақ қалған 2 баласының жынысы да, есімдері де, түрлері де белгісіз. Көпшілік алдына сирек шығатын болғандықтан Ли Сол Джудың әрбір киген киімі назарға ілінеді. Өзінің бостандықсыз өміріне қарамастан оның керемет сәнқой екенін байқауға болады. Тіпті еуропалық киімдерді киюден де тайсалмайды. Соған қарамастан оған ашық киінуге немесе шалбар киюге қатаң тыйым салынған, және киімдерінде брендтік суреттер болмауы керек. Егер Ли Сол Джу Ким Чен Ынмен бірге көпшілік алдына шықса, ешқашан күйеуінің алдында тұрып суретке түсіп қалмауы керек. Сол үшін де ол әрқашан көсемнің шамал артында болуға тиісті. Ли Сол Джудың Ким Чен Ынсыз түскен суреті мүлдем жоқ, және ол жайлы ешқашан кореялық бұқаралық ақпараттарда жазылмайды. Қысқасын айтқанда, ол көпшіліктің назарын өз жағына аударып алмауы керек. Әйелі болғанына қарамастан Ким Чен Ын көптеген көңілдестерімен кездесе алады, және басқа әйелдерден балалары болуы да мүмкін. Ал оның әйелі бұл тұста наразылық білдіре алмайды. Әйелінен басқа Ким Чен Ынның қасында әрқашан басқа бір маңызды әйел жүреді. Қарындасы Ким Ю Джон. Ол Ким Чен Ирдің ең кенже қызы. Ким Ю Джон ағасы Ким Чен Ынмен бірге Швейцарияда оқыған. Сол үшін де олар бір-бірімен өте жақын. Ол әртүрлі маңызды мемлекеттік іс-шараларда әрқашан ел басшысының жанында жүреді. Дипломатиялық кездесулер үшін шетелге ұшады. Солтүстік Кореяның өкілі ретінде өзі де сапарға аттанады. Мысалы, бұл бейнеде ол Оңтүстік Кореяға қысқы Олимпиада ойындарына өзінің оқ қағарларының үлкен тобымен бірге келгенін көре аламыз. Ол алаңда Солтүстік Корея құрамасы қатысқан жарыстарды тамашалады. Бұл әйел әрқашан фильмдегі зұлым кейіпкер сияқты тәкаппар көрінеді. Ағасына көмектесумен қатар, ол Кореядағы үгіт-насихатқа жауапты бөлімді басқарады. Яғни ағасын мақтап, мадақтап жазатын бұқаралық қызметті атқарады. Солтүстік Кореяны Ким Чен Ын мүлдем басқармайды. Жасырын ел басшысы болып табылатын қарындасы оған не істеу керектігін нұсқайды деген теориялар да бар. Ол шынымен де үстемшіл әйелге, сондай-ақ қатал қожайынға ұқсайды. Бірақ бұл жай ғана болжам. Мысалы, Ким Чен Ын темекі шегіп тұрғанда, оның қарындасы алдында күл салғышты ұстап тұрған видео бар. Егер ол шын мәнінде ағасына бұйыра алатын билікке ие болса, алдында қызметшіде жүруі екіталай. Дегенмен Ким Чен Ынға бірдеңе бола қалса, оның орнын қарындасы алуы әбден мүмкін. 2020 жылы Ким Чен Ын бірнеше айға жоғалып кетті. Халық алдында ешқандай мәлімдеме жасалмады, және ол еш жерде пайда болмады. Оның қатты ауырып қалғаны туралы қауесет тарады. Дәл сол кезде Ким Чен Ынның бұйрығымен Ким Ю Джон партия мүшелерінің алдында елдің екінші адамы лауазымына тағайындалды. Бұл өте дәстүрлі қоғам, және ол жерде әйелдер саясатқа араласпайды. Дегенмен Ким Ю Джон ережеден ерекшелік болып табылады. Бейне басында есіңізде болса, Ким Чен Ын Ким Чен Ирдің жалғыз ұлы емес екендігін айтқан болатынмын.
Ендігі кезекте диктатордың кенже ұлы Ким Чен Ын таққа отырғаннан кейін ағаларының тағдыры қалай өрбігені туралы айтайын. Ким Чен Ирдің үлкен баласы Ким Чен Нам солтүстік Кореядан қуылды. Себебі оның отбасы Жапонияның Диснейлендіне жасырын кіруге әрекеттенді. Ол содан кейін Қытайда, Малайзияда, Азияның басқа да елдерінде өмір сүрді. Ол шетелде жүрген солтүстік Корея диктаторының ұлы болғанына қарамастан, журналистерге сұхбат беруден қашпайтын. Ол өмірінде ешқашан Ким Чен Ынмен жеке кездеспегенін және онымен араласпағанын айтты. Оның үстіне Ким Чен Нам інісін ашық сынап, оның саясаты мен тұтастай солтүстік Корея режимі туралы жағымсыз мәлімдемелер жасады. Соңында Ким Чен Ын бұл үшін кек алуға шешім қабылдады. 2017 жылы Ким Чен Нам Малайзия астанасындағы әуежайда камералар мен көптеген куәгерлердің көзінше өлтірілді. Оған екі қыз жақындап, бірі оның назарын өзіне аударды, ал екіншісі оның артынан келіп, алақанымен көзін жұмды. Оның қолында улы химиялық соғыс құралы бар екені белгілі болды. Көп ұзамай Ким Чен Нам осы уланудан қайтыс болды. Батыстың барлау агенттіктері Ким Чен Ынның өлтіруге тапсырыс бергеніне күмән келтірмейді. Ал солтүстік Кореяда бұл өлтірудің артында басқа біреу тұр деп мәлімдейді. Мысалы, Америка Құрама Штаттары солтүстік Корея режимін қорлау үшін осылай жасады деген болжам бар. Айтпақшы, Ким Чен Намды солтүстік Корея азаматтары емес, Вьетнам мен Индонезия азаматшалары өлтірген. Осы қастандықтан кейін Малайзия мен Корея арасындағы қарым-қатынас шиеленісе түсті. Солтүстік Корея тіпті аумағында болған барлық Малайзия азаматтарына оқиға шешілмейінше елден шығуға тыйым салды. Дегенмен Ким Чен Намның денесі солтүстік Кореяға қайтарылды, ал Малайзия азаматтары шекарадан өте алды. Ким Чен Ирдің ортаншы ұлы Ким Чен Чхоль болса, әлі де тірі және Пхеньянда тұрады. Ол гитарада ойнайды, батыстық музыканы тыңдайды және саясатқа мүлдем араласпай, тыныш өмір сүреді. ақш пен солтүстік Корея арасындағы қарым-қатынас шиеленіскен. Дональд Трамп ақш президенті болған кезде, олар Ким Чен Ынмен өзара қоқан-лоқымен алмасты. Трамп Корея диктаторын сұмдық түрде сынады, ал Ким Чен Ын жауап ретінде ядролық қаруын сермеп қорқытуға тырысты. Дегенмен 2018 жылы кенеттен екі көшбасшы кездесуге шешім қабылдады. Олар 18 және 19 жылдары екі рет кездесті. Содан кейін Ким Чен Ын Трампқа шекарадан солтүстік Корея жағына өтуді ұсынды. Трамп осылайша солтүстік Кореяға аяқ басты. Осыдан біраз уақыт бұрын олардың арасында ешқандай қақтығыс болмаған сияқты, бет көріскенде жақсы қарым-қатынас көрсетті. Олар аудармашы арқылы сөйлесті. Дегенмен Ким Чен Ын ағылшын тілін біледі. Кездесу барысында олар негізінен Кореяның ядролық бағдарламасын талқылады және Трамп одан бас тартуға Ким Чен Ынды көндіруге тырысты. Дегенмен соңында нақты келісімдерге қол жеткізілмеді. Бұл тек екі көшбасшының өз елдері арасындағы қарым-қатынасты жақсарту мақсатында жасалды. Трамп осылайша солтүстік Кореяға барған ақштың алғашқы президенті болды. Ким Чен Ын өз елін қатаң бақылауда ұстағанына қарамастан, ол Кореяны заманауи елге айналдыратын реформаларды жүргізе бастады. Жеке кәсіпкерлікпен айналысуға рұқсат берді. Мысалы, бірнеше шаруа отбасылары қосылып, жерлерін өңдеп, егін егіп, кейіннен жемісін базарларда сата алатын болды. Бұрын мемлекет егінді түгелдей шаруалардан алып, тек бір бөлігін ғана қайтарып беретін. Енді егіннің көп бөлігі халыққа тиесілі болды. Ким Чен Ынның тұсында ұялы телефондар мен компьютерлер пайда болды. Әрине тек ел ішінде қоңырау шалуға болады және ғаламторда қатаң бақылауға алынған. Тіпті VPN арқылы шетелдік сайттарға кіру мүмкін емес. Бұл электрониканың барлығы қымбат болғандықтан, солтүстік кореялықтардың ауқатты адамдарына ғана қол жетімді. Сондай-ақ Ким Чен Ын солтүстік Кореяда арнайы экономикалық аймақтар құрды. Ол аймақтарда оңтүстік кореялықтар өз кәсіпорындарын салып, жұмысқа солтүстік кореялықтарды жалдай алды. Мұның бәрі солтүстік Корея экономикасының дамуына оң әсерін тигізді. 2021 жылдың қыркүйегінде қоғамдық кеңістікте ұзақ уақыт болмағаннан кейін Ким Чен Ын Пхеньяндағы жыл сайынғы әскери парадқа келіп, бірден барлық назарды өзіне аударды. Көпшілік оны көргенде қатты таң қалды. Себебі ол арықтап, жүзі қарайған және ол әдеттегіден әлде қайда белсенді және энергияға толы болды. Оның ауруға байланысты көп салмақ жоғалтқаны туралы қауесет бірден пайда болды. Ал басқалары Ким Чен Ын өзінің денсаулығын жақсарту үшін жаттығулар жасап, артық салмағынан арылды деп болжады. Солтүстік Корея тұрғындарына өз көшбасшыларының салмағын жоғалтқанын талқылауға тыйым салынды. Тағы бір теорияларға сүйенсек, бұл Ким Чен Ынның өзі емес, оның егізі, ал көшбасшының өзі қайтыс болған, немесе өте ауыр халде ауруханада жатыр. Тіпті оның ескі және жаңа суреттерін салыстыратын түрлі бейнелер мен мақалалар пайда болды. Кимнің егізі көсемге қатты ұқсас болғанымен, бет әлпеті сәл басқаша. Шаштарының өсу бағыты да ерекше. Құлағы да, көздерінің ара қашықтықтары да ұқсамайды. Бұл нағыз Ким Чен Ын емес, оның көшірмесі екенін дәлелдейді мыс. Ал сіз қалай ойлайсыз? Бұл кім? Ким Чен Ынның өзі ма? Әлде мүлдем басқа біреу ма? Осымен құрметті көрермен, бүгінгі шығарылым соңына жетті. Бейне сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер расымен де ұнаған болса, лүпіл басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Микрофонда болған сол баяғы тамағы ауырып жазылмайтын Шакамуро. Назарларыңызға рахмет. Келесі шығарылымдарда жолыққанша, қош сау болыңыздар.
Шакамура арнасына қош келдім. Жаңалық көп сіздер ойын бөлісетін.